Сәлеметсіздер ме балалар? Күш және қозғалыс бөлімінде түрлі денелердің қозғалуы, қозғалыс траекториясы, қозғалыстың маңызы туралы өтетін боламыз. Мына денелердің қайсысы өз бетінше, ал қайсысы күш түсіру әсерінен қозғалады. Қане балалар, суретке назар аударыңдаршы. Суретте өз бетімен қозғалатын адам және мысық. Ал енді заттар күштің әсерінен қозғалады. Мысалы, ойыншық машинаны итересің, ол алға қарай жүреді, немесе орнына ауыстырады. Ал шананы сүйрейміз, балар басын итереміз. Бүгінгі тақырыбымыз, сабақтың тақырыбы түрлі денелердің қозғалуы. 14-ші сабақ. Оқу мақсаты түрлі денелердің қалай қозғалатынын анықтау, қоршаған әлем құбылыстарына бақылау жүргізу. Сабақтың мақсаты қозғалыстың маңыздылығын анықтайды, денелердің қалай қозғалатынын біледі. Тірек сөздер: қозғалыс, орын ауыстыру, күш. Кел ойланайық. Түрлі денелердің қозғалуы туралы не айтасың? Бұл жерде суреттер берілген. Бұл суреттер қалай қозғалады? Сол туралы әңгімелеп көріңдер. Қозғалыс деген қимыл, іс, әрекет, жүріс, тұрыс. Барлық денелер қозғалады. Олардың қозғалуына күш әсер етеді. Мысалы, допты аяқпен тепсе, ол домалайды. Салыстырайық, қайсысы қалай қозғалады? Ұқсастығы қандай, айырмашылығы қандай? Себебін түсіндір. Бұл суретте шананың үстінде отырған ұл мен қызды көріп отырмыз. Әкесі мен баласы шананы сүйреп келеді. Әкесі шананы сүйреу үшін көп күш жұмсамайды. Ал бала шанадағы қарындасын сүйреу үшін көп күш жұмсайды. Ол әлі келмегендіктен тартып сүйрейді. Сондықтан оған күш көп кетеді. Ұқсастығы екеуі де шанада отырған бала. Айырмашылығы ұл баланы үлкен адам, ал қызды кішкентай бала сүйреп келе жатыр. Зерттейік, қайсысы қалай қозғалады? Бұл жерде робот, машина және аю берілген екен. Бұлардың барлығы ойыншық. Бұл ойыншықтар пультпен жүреді. Қайсысы шапшаң, қайсысы жай қозғалады деп ойлайсыңдар? Осы туралы әңгімеледі. Мәлімет: қабылан құрлықтағы ең жылдам қозғалатын жануардың бірі. Бір сағатта 50-70 км жүгіреді. Өзіндік жұмыс зерттеп көрейік. Ойыншық машина қалай қозғалады? Ахметтің ойыншық машинасы 20 см жол жүріп өтті. Тапсырма: сенің машинаң қандай қашықтықта жүріп өтті? Ара қашықтықты өлше және салыстыр дейді. Яғни сіздерде осындай қылып тәжірибе жасап көресіздер. Заттың қандай қашықтықта жүріп өтетінін өлшеу үшін оның бастапқы және соңғы орындарын нүктелермен белгілеп, сызғышпен сол сызықтың ұзындығын өлшеу қажет екен. Берілген суреттерді қиып алыңыз, олардың қозғалысына қарай сәйкес ұяшықты желімдеңіз дейді. Бұл жерде суреттер берілген және сөздер берілген. Сурет пен сөзді бір-біріне сәйкестендіру керек. Ал қане балалар, өздеріңді тексеріп көріңдер. Өрмелейді, маймыл өрмелейді, ұшады, құс ұшады, торғай ұшады немесе шабады, жылқы шабады, секіреді, қоян секіреді, жүгіреді, ит жүгіреді, жүзеді, балық жүзеді. Түрлі денелердің қозғалуы тақырыбында тапсырмалар орындаңыздар. Бірінші көліктерді жылдамдығына қарай нөмірлеп көрсет. Қайсы шапшаң жүреді? Яғни ұшақ, одан кейін пойыз, үшінші машина және жылқы екен. Тиісті сөзді таңдап сөйлемді толықтыр. Денелер күштің әсерінен қозғалады. Жануарлардың орын жылдамдықтарына орай белгіле. Мына жерде 1, 2, 3 деген баспалдақ тұр екен. Соған ең бірінші қай жануар жетеді? Яғни бірінші жолбарыс, екінші қоян, үшінші тасбақа. Міне балалар, осымен кері байланыс
менің сөзім. Сыныптан бір оқушы шығып, сабақта не болғанын айтады да, басқа бір оқушының атын атайды. Сөзді сол оқушы жалғастырып, сабақты қорытындылайды. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.